Сәлем баршаңызға. Мен парақшама қош келдіңіздер. Есімім Назира. Бүгін бисквитті торт пісіретін боламын. Ол үшін маған 6 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны миксермен араластырып аламын жақсылап. Үстіне 200 грамм қант қосып араластырамын. Енді үлкенірек ыдысқа ауыстырып құямын. 200 грамм ұнға 2 ас қасық какао қосып, қосқыш қосамын 10 грамм. Бәрін жақсылап араластырып, осылай шетінен салып, бисквитімнің қамырын дайындайтын боламын. 100 грамм сұйық май қосамын. Мінекей қамырым дайын болды. Қоюлығы осындай болуы керек. Енді 2 ыдысқа бөлемін теңдей. Осылай 2 ыдысқа бөліп, екеуін 2 бөліп пісіріп аламын. Духовкада 180 градуста шамамен 8-10 минуттай уақытта пісіп шығады. Өте тез дайын болатын торт. Мінекей бисквитім дайын. Шет-шетін кесіп, әдемілеп домалақтап аламын. Менің басқа да рецепттерімді көру үшін парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Енді бисквиттің ортасына жағатын кремді дайындаймын. Ол үшін маған 380 грамм қаймақ, 150 грамм сгущенка, екеуін араластырамын. Енді торттың бетіне жағатын кремді дайындаймын. 200 грамм қантқа 150 грамм су құямын. Және де жұмыртқаның ағы қажет болады. Төрт жұмыртқа кетті маған бұл кремге. Жарты шай қасық лимон қышқылын қосамын. Сөйтіп миксермен жақсылап араластырамын. Көпірігі шығып, көпіріп кеткенше. Енді үстіне дайын болған сиропты осылай жайлап шетінен құямын, араластырып тұрып. Мінекей менің кремім дайын болды. Енді осылай ортасына жағатын кремді жағып, тортымды дайындайтын боламын. Осылай үстіне, жан-жағына, бүкіл жеріне жағамын кремді. Өкінішке орай, мен сіздерге бұл тортты кесіп көрсете алмаймын. Өйткені бұл тортты мен немеремнің туылған күніне пісіріп жатырмын. Бұл тортты қазір алып кетеді. Бірақ өте керемет дәмді болып шықты. Торттың бетін сәндеймін осылай. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте оңай.
дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Парақшамда келесі кездескенше аман болайық.